Құрметті Ақбас өсірушілер қауым, бүгін біз Монтана штатында, мына таудың етегіндегі ең ірі Монтана штатындағы фермерлердің біріне келіп отырық. Бұл жердегі ең ерекшелігі біз сияқты қыс 6 ай болады, өте суық. Қазірдің өзінде мына март айында да өте қатты жел және де ауа райы минус температурамен тіркеліп тұр. Біз көргендей осы фермада біздің өңірдегілердей қора, өте қандай қымбатқа түсетін сарайлар, қоралар ешқандай салынбайды. Тек бұлар желден қорғанатын құрылыстар салып, осындай жайылымдарда қыс бойы ұстап шығады. Және де әр жайылымда бізде көріп отқандай мынандай шөпті қоршап және де шөпті дайындап қояды. Осының арқасында бұлар жайылымды да қолданып, және де осының жайылымға дополнительно жаңағы жем шөпті беріп, қыс бойы осы жерден алып шығады. Қазіргі келіп жатқан фермада бізде 600 бастай сиыр тұр. Қазір бұл фермада 4000 гектардай жер, бәрі қоршалған, секцияларға бөлінген. Яғни ешқандай қорада, ешқандай не жоқ, өте қатты қымбатқа түсетін құрылыстар жоқ. Тек қана осындай шөп дайындайды, осындай қоршаудың ішінде малды ұстап қыстан шығарады. Және де бұл жердегі барлық жайылым үлкен қоршауы бар, барлығы қоршалған, және оның қоршаудың ішінде тағы осындай электро қоршаумен қоршалып, және де орталары бөлінген. Яғни бұл қоршаудың ішінде малды жаңағы әр кезеңмен ауыстырып отырады. Яғни осының арқасында біздің жайылым тапталмай, және де оның ары қарай өсуіне ықпал тигізеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазіргі уақытта осы жайылымның ішінде осындай қоршау жасап, соломаны жинап, осы жерге дайындап қояды қысқы уақытқа. Яғни қысқы жайылымда жайылып жатқан малды кейбір уақыттарда осындай соломаны алып, жайылымға шашып, сонымен қоректендіреді. Подкормка береді. Тағы да бұл жерде жайылымдардың ішінде әр жерде малды суару нелері орналасқан, астаулары. Яғни жерден скважин қазады да, сол жерден шығарып, әр клетканың ішіне автоматически жаңағы суару процесі жүргізіледі. Яғни 24 сағат бойы сиырға су дайын тұрады. Яғни қорадан шығарып суару деген процестер жоқ, барлық процесс жайылымда өтеді. Және көріп отқандай, біздің электро қоршаудың ішіндегі малдың қыс бойы жеген жерін көрсеңіздер, шөптің барлығы желінген, және де тақырланып кеткен жер. Енді осыдан кейін бұл кісілер электро қоршаудың мына жағына ауыстырады. Көріп отқандай, бұл жерде шөп өте қалың, яғни бұл жерде мал таптамаған, әлі желінбеген. Яғни бұл жердегі фермерлердің бір нағыз ерекшеліктері, бұлар көп жайылымды ротациялық жаңағы бөлу арқылы малды жаяды. Яғни жер тапталмайды да, жер эрозияға ұшырамайды. Соның арқасында, осындай электро қоршаудың арқасында бұлар өзінің жайылымдарын ауыстыру арқасында жайылымдарын әрқашанда сақтап тұрады. Яғни бүгінгі көргендей, жерді бұл жейді, бұл жерге подкормка беріледі. Яғни мал осы жерге, бүкіл навозы осы жерге қалады. Яғни топырақ осының арқасында құнарланып, ары қарай шөптің өсуіне өз ықпалын тигізеді. Жаңағы айтқандай, бұл кісілерде қора ештеңе жоқ болғандықтан, бұлар жаңағы жайылымдық жерге мынандай шөпті осындай құрылғыларға салып, шөпті үнемдеу процесін жүргізеді. Яғни жайылымға апарады да, шөпті рулонмен осындай салады да жайылымға. Бұлар яғни табиғи шөпті де жейді, жаңағыдай дайындалған шөпті жеп, өзінің қыстық процесін осылай өткізеді. Монтана штатында біз сияқты да жайылымды ауыстыру деген өте бір термин бар. Бұл кісілер жазғы қысқы уақыттарда осындай таудың етегінде қыстайды да, кейбір одан кейін жазғы уақыттарда бұлар осы таудың үсті жағына шығып, малды жаз уақытында сол жақта жаяды. Яғни біз сияқты қыстақ, жайлау деген сияқты терминдер бұл жақта да өте кездеседі. В принципе, біздің мал бағу процесі бізден ұқсас, бірақ жайылымның бәрі қоршалған, және де сумен қамтамасыздалған, и біз сияқты үлкен қымбатқа шығатын қоралармен салумен олар айналыспайды. Вот мы всегда говорим, что в Америке там так. Практика жүзінде көрсек, бұл жақта да все так же, высокотехнологичный не жоқ қой, прям бүйтіп отқан.